2020 жыл маусым айы карантин кезі еді. Аллахтың қалауымен екі жақ танысып, тәтті шайымыз өтті. Тойдың болғаннан боларсы қызық демекші, абыр-сабырмен жүріп әйтеуір жасауымды дайындап, ұзатуға дайындала бастадық. Қызу дайындық үстінде ойламаған жерден июль айының 17 жұлдызында Мағауия маған сөз салды. Сол сәтте мүлдем есімнен кетпейді ғой. Негізінде ойламаған жерден деп айтып жатырмын ғой, бірақ та іште күтіп жүрдім ғой, енді тәтті шай болғаннан кейін. Бірақ та қай күн жасайтынын білмедім. Ол маған сюрприз қылып жасады. Енді оны Инстаграмнан, Ютубтан өздеріңіз көріңіздер ғой. 3-4 күн ұйықтамай дайындалған. Енді ол кез келген қыздың арманы деп білем. Сол кездегі сезімді айтып жеткізе алмаймын. Және де ол кезде менен асқан бақытты жан жоқтай болды. Үлкен қуанышпен жүрегімдегі қимастық сезімді қатар сезініп жүріп, ұямнан ұзатылатын күнімнің қалай тез келіп жеткенін білмей де қалыппын. 23 тамыз. Ата-анам еркелетіп, қолдарында мәпелеп өсірген қыздарын ұясынан ұшырды. Негізі әрбір ата-анаға өте қиын зат қой. Қыз баланың тағдыры өте ауыр. Бірақ та оған көну керек. Басқа амал жоқ. Солайынан өзімнің екінші үйіме келдім. Осылайша менің келіндік өмірім басталды. Негізі енді екінші үйім, жаңа отбасым жайлы айтып кететін болсам, менің екінші әке-анам өте жақсы жандар. Жалпы қыздар білесіздер ме, мен тұрмысқа шықпас бұрын Алладан ата-енемнің көркем қарым-қатынаста болғанын шын жүрегімнен сұраған болатынмын. Олар мені қызындай көрсе, мені қызындай еркелетсе, жақсы көрсе деп тіледім. Көріп жүргендеріңіздей қабыл болды. Шүкір. Енем екінші анам жайлы мен деген ұзақ айта бере алам. Өйткені соған шынымен де лайықты жан. Көп жақсы сөздер айта бергім келеді. Мамам менің жасымның кіші екенін ескеріп, барлық білмеген жерлерімді байыппен түсіндіреді. Енді болады ғой, жас болғаннан кейін кейбір кезде дұрыс емес сөйлеп қоям, бір нәрсені дұрыс жасамай қоям, ағаттық жасайым. Артық кетіп қалатын жерлерім де жоқ емес. Кейін бір жеке қалғанда өзі жаныма келіп, Аружан, мына жерде мынандай болады, мына жерде былай істеп қойын, үйтіп қойын деген сияқты қылып түсіндіріп жатады. Ешқашан бетімнен қағып, сен мынаны дұрыс жасамадың деп ашуға беріліп, ұрысқан емес. Рахмет, мама, осындай қамқорлығыңыз үшін. Әрине басында бірден сіңісіп кеттім десем өтірік болар. Үйренісе алмай, өз отбасында сағынатын кездер көп болды. Бір басында 3 күндей бір бөлек әлемге өңшең бөтен адамның арасында жалғыз өзім қалып кеткендей сезім болды. Қайта-қайта маған іздей берем, қайта-қайта қайдасың деп жаза берем. Бірақ та кейіннен енді жаңа отбасым жылулығын арқасында үйренісіп кеттім. Кейіннен мама қалжыңдайтын болды. Аружан бір бұрыннан осы жерде тұратын сияқты, бір жаңадан келген адам емес сияқты деп. Шүкір Аллаға. Менде сосын қайын әпкем бар, қайын сіңлім бар. Олар да өте жақсы жандар. Қайын әпкем өзінің ақылын білдіріп, советтерін береді. Қайын сіңлім болса үй шаруасына көмектеседі. Тоже секреттерін айтып қояды маған.
Енді блогер болғаннан кейін мен жұмыс ретінде қараймын, және де жұмыспен жүріп қалатын кездерде болып қалады. Кейде үйге кеш келіп қаласың, кешкі асты жасамай қалам, үлгермей қалам. Адам болғасын болып тұрады ғой енді ондай нәрселер. Бірақ та сондай кезде қайынсінім көмекке келеді. Жасап қоя салады, мені күтіп, жеңгем қашан келеді екен деп отырмайды. Діни адамгершілігі мен түсінігі мол, отбасыға келін болғаныма, Мага сияқты сондай қамқор жаның жары болғаныма Аллаға шүкір. Мага мен біраз өзгертті. Бұрынғы Аружан ол мүлдем басқаша адам еді. Бірінші курста Алматыға үлкен қалаға жаңадан келген кішкентай ғана қыз еді. Өміріме Мага келгелі мен асыл дінімізге көп көңіл бөле бастадым. Иманымды көтеріп, Алланың қалауымен Меккеге кіші қажылыққа да жасап келдім. Өйткені Мага маған көп діни тақырыптағы әңгімелер айтып береді. Діннен бөлек өмір жайлы да көп деген өзінің осы күнге дейін түйген заттарын маған айтатын. Және де мен басқалардың айтқанына қарағанда Маганың айтқаның өте жақсы түсінемін, неге екенін білмеймін, бірден есімде қалып қалады. Менің иманымды толықтырушы жан, рахмет саған. Саған да рахмет, Аруым. Қалай тез ер жетіп, жеке семья құрғанымызда байқамай қалдық. Ең бірінші, Аллаға шүкір деп айтамын. Осы аудио кітапшада көбілеріңіздің көкейлеріңізде жүрген сұраққа толық жауапты мен өзім беруді жөн көрдім сіздерге. Қандай сұрақ десеңіздер, барлықтарыңыз жекеге жазған сол тойдың мәселесі. Той қашан болады? Неге Аружанға той жасамадыңыздар? Неге Аружанды ақ көйлекпен көрмейміз? Деген сұрақтар толып кетті. Осыған өзім жауап беруді жөн көрдім. Негізі тойдың болмау себебі сіздер өздеріңіз білетіндей, қазір карантин уақыты. Именно сол кездерде карантиннің өршіп тұрған кезі болды. Көп адамдар дүниеден озды. Оның барлығы социальный сеттарға шықты, өздеріңіз көрдіңіздер. Соның барлығын көре тұра, біз той жасамауды ақылға салып шештік десек болады. Өйткені бір жағынан біздің тарапымыздан әділетсіздеу болар деп ойладық. Осындай жағдай қиын болып жатқан кезде біз дүркіретіп қалай той жасаймыз деген мәселе болды. Одан кейін ауылдағы туысқандарымыз да айтты, біз қорқамыз деді. Шыны керек, сондай қорқынышты кез болды. Сол себепті де тойды кейінге қалдырған болатынбыз негізінде. Бірақ артынан ойлана келе Аружан екеуміз негізі Турцияға барамыз деп шештік. Сол жақта контент жасаймыз деп, Аружан ақ көйлегін киіп, мен костюм шалбар киіп, сол жерде бір контент жасаймыз деп ойлаған болатынбыз. Бірақ адамның ойлағаны бола бермейді әрине. Сол кездерде біз Аружанға денсаулығына байланысты самолетта ұшу қаупі болды. Оны кейінірек айтамыз, не үшін денсаулығына байланысты екенін. Не үшін денсаулық мәселесі екенін Аруым өзің айтып бергенің дұрыс болар деп ойлаймын. Саған сенім көкті, құстары әнге бөліп, қайда келіп. Ал енді сіздер болып, біз болып, көптен күткен сұрақтың жауабын айтатын кез келді. Өзімізді негізі үйлене салып, осы тақырыпта көп ойландық, шын ниетпен күттік, күні түні Алладан тіледік деп айтуға болады. Біз ғана емес, біздің отбасымыз, сіздер бар. Жекеме келетін хаттар болсын, инстаграмдағы сұрақ жауап болсын,
ең көп келетін сұрақ осы: көтердіңіз ба, аяғыңыз ауыр ма, қашан жүкті боласыз? Білем, сіздерге де өте қызық, және де осы кезде қалай болған, не болғанын, осы кезге неге мен айта алмай жүрдім, барлығын айтып бергім келіп отыр. Күздің жаймашуақ кезі еді. Мерей екеуміз бір қайырымдылық жасауға қызбен кездестік. Содан кейін маған аптекаға кіріп маска алу керек болды. Аптекаға кірдім, үлкен кезек тұр. Дәл алдында тұрған қыз жүктілікті анықтайтын ДНК тестін алып жатыр екен. И маған сол кезде бір ой келді. Мүмкін дәл осы сәт туып тұрған шығар, көрейін ба, жасап көрейін ба деп. Өйткені неге мен былай ойладым, алдында біз Мава екеуміз аптекаға дайындалып барып тест алған болатын. Біз екеуміз ішімізден дұғамыздың барлығын тілеп, айтып, күтіп, бірақ сол кезде отрицательный болып қалды. Кішкене былайша айтқанда бетім қайтып қалды деп айтсам да болады. Бір көңілім түсіп, бір түрлі қалады екенсің. Бірақ сол кезде, сол аптекада тұрған кезде бір Алланың енді салған ойым болар. Әйтеуір сол ДНК тестін алып, үйге асығып, үсігіп келіп, бірден дәретханаға кіріп кеттім. Магаға да ешкімге де айтпадым, өзім жасап көрейінші деген ой болды. Сол жасап бастағаннан бастап, кәдімгідей жүрегім дірілдеп, бір ішімде бір төңкеріс болып жатқандай болып кетті. Жасап болғаннан кейін оны 10 минуттай күту керек. Бірінші бір полоска шығады, екінші полоска біраз уақыттан кейін барып көрінеді. Бір полоска шықты, екіншісін күтіп тұрмын, қарап, көзіме деген жас толып қалған, жүрегім бір минутына 1000 рет соғып жатқан сияқты. Ауа жетіспейді, бір тамағымда бір комок тұрып қалған сияқты болып тұр. Ішімде көбелектер ұшып, бір осы әлемде мен ғана қалып қалып, менің ғана осы тестке қарап тұрған сәтім ғана болып жатқандай болып кетті. Бір кезде жайлап екінші полоска көрінді. Сол кезде мен еңіреп жыладым ғой, кәдімгідей еңіреп, ешқашан олайлап көрмеген шығарым. Сіздерге қазір айтып отырмын, и қайтадан сол чувство болып жатыр. Өзімді ұстай алмадым мүлдем. Қазір сіздерге айтып отырмын, зорға айтып отырмын. Дауысым дірілдеп. Өйткені бұл сезім, оны айтып жеткізе алмайсың. Ол сезімді сезінуді әрбір қыз баласына тілеймін. Шынымен де осыны күтіп жүрген, күні түні тілеп жүрген қыз келіншектер барлықтарыңызға шынымен де тілеймін. Енді ары қарай сол полосканы көргеннен кейін өзім жылап тұрмын, аяғым дірілдеп зорға тұрдым. Дәретханадан шықсам, алдымнан нәзік қайынсіңлім шықты. Түрімді көріп шошып кетті. Бірден бірақ оған сөйлеуге шамам болған жоқ. Мага компьютер ойнап отырған бөлмеге кіріп кеттім. Өзім еңіреп жылап тұрмын, дірілдеп тұрмын. Мага маған қарады, шошып кетті. Не болды деп. Өзім ештеңе түсіндіріп сөйлей алмадым сол кезде. Негізі өзім бұрында көзіме елестететінмін, қалай күйеуіме айтып жатырмын. Енді мен жаңадан бері өзім сезімдеріме, жасыма ерік беріп қойып жатырмын ғой. Өйткені өздеріңіз де білесіздер, енді эмоциональный қызбын ғой. Қиындау болып жатыр. Еще осындай нәрсені айту үшін ішімдегі шын жүрегімнен шығып жатыр барлығы.
Соны Магаға айттым, ол қуанды, құшақтап, сүйіп. Сөйтіп осы жерде бір қызығын айтайын ба? Ары қарай отырып, компьютерім ойнап отыр ғой. Бір жағынан енді ер адамдар өздерінің сезімдерін қатты білдірте алмайды ғой. Бір жағынан сасқақтап та қалды, не істерін білмей қалды. Все-таки бірінші әке болайын деп жатыр ғой. Енді достар, ал енді сүйіншілеп сіздерге көптен бері сақтап келе жатқан сырымызбен бөлістік. Бұйыртса, енді мен ана боламын, Мага әке болады. Иншалла сол күнге де жеттік. Қуана берсеңіздер болады біз үшін. Одан соң ата-анамызға хабарын бердік. Негізі ол кісілер үйде болмаған. Мен жаққа да, Магаға да звондап барлығын айттық. Әрине ол кісілер қуанды, тілектерін білдірді. Сөйтіп Мага екеуміз сол қуанышты сезіммен, эмоциямен ары қарай сыртқа шығып серуендеп келейін дедік. Екеуміз далада жүрміз. Сол кездегі бір таңғаларлық жайт деп айтуға болады. Екеуміздің ойымыз бір жерден шығып жатыр ғой. Негізі ата-ананың қадірін балалы болғанда білесің дейді ғой. Енді әлі ата-ана болып қолымызға бөпемізді алмасақ та, жүрекпен сезіне бастағаннан кейін екеуміздің ойымыз болашақ енді баламызда бұйыртса бізде болмағанның барлығы болса екен деп соны әңгіме айтып келдік жол бойы. Өйткені Мага екеуміз де орташа қарапайым отбасынан шыққанбыз. Кішкентай кезімізде әттеген-ай деген жерлер болып қалған. Бір нәрсені бала болған кезде алғың келеді, бірақ жағдай жетпей қалады деген сияқты. Сондай жағдайлар баламызда болмаса екен деген ой бірінші орында тұрды. Және де әрине енді дені сау, саналы, салиқалы сондай ұрпақ әкелсек деген тілегіміз бар. Негізі маған қарағанда жолдасым өте балажан. Далада бір кішкентай балаларды көріп қалса, соларды құшақтап, сүйіп, ойнатып, бірден жақсы көріп кетеді. Мен де енді балажанмын, сүйсініп қарап тұрам, бірақ та ондай емес. Және де 100%-ға сенімді болып айта аламын. Кейін Мағауия мен балаларыма өте жақсы әке болатына. Және де қуаныштымын соған. Шүкір Аллаға. Осылайша менің жүрегімнің астында тағы да бір кішкентай жүрек соғып тұр. Және де нәрестенің жатқанын ойласам, қуанышым қойныма сыймай кетеді. Мысалы қараңыздаршы, қыздар, мен баламды енді ғана бауырыма басамын, Алла қаласа. Алайда ішімдегі нәрестені өзімнен де қатты уайымдаймын, ойлаймын. Қазіргі кезде менде токсикоз болып жатыр. Яғни мен тамақ жей алмаймын, етке мүлдем қарай алмаймын. Қарасам бірден оқыс тастаймын. Осылайынан енді қиын кездер болып жүр, бірақ та балам үшін деп өзімді қинап болсын нартатамын. Сол аман есен өссе екен, дені сау болса екен деп күні-түні тілеп, соны қамын ойлаудамын. Енем де қалаған тамағын заказ берші, бізге қарамаш деп қайта-қайта айтады. Еркелігімді барымша көтеруде енді. Негізі ата-ана деген сол ғой. Әсіресе аналар 9 ай бойы көтеріп, қаншама қиналып, енді ғана түсініп жатырмын шыны керек. Ашы толғақпен дүниеге алып келгенін былай тұрсың, кейін өмір бойы баланың амандығын ойлап, тәрбиесін ойлап, күнделікті не жеп жатыр екен, не ішіп жатыр екен, қалай екен деп уайымдап отыратын ата-анама осы шынымен де, шын жүрегімнен басымды иіп алғыс білдіргім келеді. Барлық аналарға көп балалы болсын, бір ғана баласы болсын, ол деген үлкен қадам, үлкен уайым екен негізінде. Өзімнен ақ біліп отырмын ғой, әлі өмірге келмеген балаға сонша уайымдаймын. Ертеңгі күні ол
қалай болатыны анық. Құрметті әпке сіңілдерім, сізге де ана болу бақыты бұйырсын. Және де Мага, екеуміздің де махаббатымыз мәңгі болсыншы. Мені тыңдап отырған жанашырларым, егер де мені естіп отырған болсаңыздар, онда сіздер уже менің жанашырларым болып есептелесіздер. Себебі бұл аудио кітапша мені шын ойлаған жанашырларыма арналған болатын. Және де бұны алып естіп отырған сіздерге көптен көп рахмет. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Артымнан осылай қолдаушыларым бар екенін, менің тілегімді тілеп жүретін тілеушілерім бар екеніне өте қатты қуаныштымын. Және де осындай құпиямды, сырымды бөлісе алатын жандардың бар екеніне де шын жүрегімнен қуанамын. Аружан қыздарыңыздың ішінде жатқан шын жанашырларына айтқан сыры болды. Назар бөліп тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Махаббат бар бүкіл әлемді сүнбейді, сүйгенім жанымда мәңгі қол ұстасын.